أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Хумаза Меккелік сүре. Сүре адамдардың кемшілігін сөз ететін, ар намысына ешбір шімірікпей қол салатын ақмақтарша мазақ етіп мінейтіндер жайында әңгімелейді. Сондай-ақ дүние жинаған, байлығын мал тезегінде етіп қаптаған адамдар жайын сөз етуде. Олар мына жалғанда мәңгі қалатындай күйде. Тым надандығы мен асқан ғапылдығы оларды мал дүниесі, пәни дүниеде де мәңгі қалдыратындай ойда жүретіндігі айтылады. Сүре соңында сол бақытсыз бейбақтардың ешқашан сөнбейтін отқа тасталғандағы жағдайы көрсетіледі. Ол от Алла тағалаға қылмыс жасаған адамдарды парша-парша ететіндігі айтылады. Өйткені тозақ оты тым қорқынышты. Ал осы сүренің бірінші аятында әрбір айып тағушы және тілдеушіге қасірет. Әрбір тоқтаусыз тілдейтін және үнемі жамандайтын адамға ауыр азап бар. Ол адамдардың ар намысы мен қадір қасиетіне тіл тигізеді. Мысқылдаушыға да ауыр азап. Ол жасырын түрде тілімен, көзімен, қолымен тіпті ымдап болсын, адамдардың бойындағы мінді көрсетуші. Алла тағала Хумаза сүресінің 2-ші аятында былай дейді. Олар мал жиып, оны санаушы деп келеді. Ол мал дүниені жинаумен әлек, дүниесін қайта-қайта санаумен әбігер. Соның салдарынан адамдарды жақтырмай, оларды өзінен төмен көреді. Ал 3-ші аятта былай деп айтады. Ол мал дүниені өзін мәңгі қалдырады деп ойлайды. Иә, жиған тергені оны өлмейтін мәңгі тірі адамға айналдырады деген ойда. Ол бейне бір өлімді ойна алмайтын да адамның күйін кешуде. Ал 4-ші аятқа үңілсек, жоқ, олай емес. Әлбетте, ол хутамаға тасталады деп келеді. Осы іс-әрекеттерге тоқтау айтуда. Шын мәнінде Алла тағала мұндай адамдарды әрбір нәрсені күйрететін тозаққа тастайды. Ал 5-ші аятта хутаманың не екенін қайдан білесің? Хутама, тозағы не екенін білесің бе? Ол ақыл жетпейтін
қорқыныш. Алла тағала 6-шы аятта тозақ жайлы былай дейді. Ол Алланың жағылған оты. Ол лаулап жанған, еш уақытта сөнбейтін тозақ оты. Әбу Хурайра, ол кісіге Алла разы болсын, риуаятында былай деп айтады. Тозақ оты 1000 жыл жағылып, қып-қызыл болды. Сосын тағыда 1000 жыл жағылып, аппақ болды. Және 1000 жыл жағылып, қап-қараға айналды. Тозақ оты қазір зұлмат басқан қараңғы деп айтып кеткен. Ал келесі 7-ші аятында ол от жүректерді шарпиды. Ол жүректің жалпы барлық заттың ортасына дейін жетіп, тұтастай отқа орайды. Адам бойындағы қате және бұрмаланған сенімнің тұрақтайтын орны жүрек болғандықтан әдейі жүректі айтуда. Ал 8-ші және 9-ші аяттарда ақиқатында ол от олардың үстерінен жауып тұрады. Ұзын созылған бағаналарға байланады. Ол тозақ оты ұзын діңгек ішінде қамалған адамдарды шарпиды. Бұл аят онда түскен адамның барлық тараптан үміті үзілгендігін және одан қашып құтылу мүмкін емес екендігін аңғартуда. Тозақ есіктері жабылған соң, аяқ қолдары шынжырланады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. А'узу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Фил сүресі Меккеде түскен. Сүреде піл иелерінің қиссасы баян етіледі. Олар қағбаны бұзуға бет алады. Бірақ Алла тағала оларды өз қаруымен жойып жібереді. Осылайша жаратқан ие өзінің үйін олардың жаулап алуынан қорғап қалады. Абраханың әскері ең әлсіз мақұлықтар арқылы жермен жексен болып жойылады. Ол құстар тұмсығы аяғына кішкене тас алып келді. Алайда бұл тастар қорғасын оқтанда опат боп дейді. Аталған тарихи оқиға пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың ол кісіге игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келген 570 жылы болды. Айтулы оқиға пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, елшілігін растайтын ең үлкен белгілердің бірі. Дәл осы Фил сүресінің 1-ші аятында былай деп баяндалады. Раббыңның піл иелерінен естегенін көрдің бе? деп келеді. Уа Мұхаммед, қасиетті қағбаға жаугершілік ниетімен келген піл иелерінің жағдайы жайлы саған хабар жетті ме? Ал риуаятта Йемен патшасы Абраха Сана қаласында шіркеу тұрғызады. Ондағы ойы қажыларды шіркеуге тарту.
Кинана руынан шыққан бір кісі түнделетіп келіп шіркеуді мазақ етіп, ішін нәжістеп, қабырғаларын ластап кетеді. Сонда ашуына мінген Абраха Қағбаны бұзамын деп ант етеді. Ол піл мінген үлкен әскермен Меккеге келеді. Әскер Меккеге таяп келгенде қала тұрғындары қорқып тауға қашады. Абраха әскеріне қарсы Алла тағала қара құстарды жібереді. Ал құстар тұмсығымен екі аяғында бір-бір түйір майда тас алып келеді. Құстар лақтырған майда тастан әскер тып-типыл болып, жансыз денелері жерде сұлап жатты. Әрине, бұл басқаларға ғибрат оқиға болды. Алла тағала екінші аятта былай дейді: олардың айла құллықтарын адасуға айналдырмады ма? Оларды жойып, Қағбаны бұзбақ болған әрекеттерін зая етті. Ал келесі үшінші аятта былай деп баяндайды: және де оларға құстарды топ-тобымен жібермеді ме? Оларға топ-топ келген құстарды жіберді. Құстар әскерді жан-жақты қоршап алды. Ал төртінші аятта құстар оларды балшықтан күйдірілген тастармен атқылады. Құстар әскерді тасқа айналған балшықпен атқылады. Ол балшық оқ сияқты тиген адамды өлтіріп жатты. Алла тағала Фил сүресінің соңғы аятында былай деп баяндайды: сөйтіп, оларды дәнім жүрген сабандай етті. Осы аятты тәпсірлей келе, оқ тиген әскер ағаштан жерге үзіліп түсіп, мал жеп тезек етіп кеткен жапырақ секілді күйге түсті. Бұл қиссада Алла тағаланың Қағбаны құрметті еткендігіне және Құрайшты жаудан қорғағаны айтылады. Сондықтан Құрайш Алла тағалаға құлшылық етіп, шүкіршілік жасауға міндетті. Біл оқиғасында Алла тағала жауларынан есе алуының ғажайып көрінісі бар. Бақыр кітабында бұл үлкен әскердің жойылуы пайғамбарымыздың, ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, дүниеге келген жылы орын алды. Біл оқиғасында пайғамбарлықтың дәлелі бар. Өйткені бұл оқиғаны дүйім жұрт өз көзімен көрді, куә болды. Алла тағала үлкен әскерді әдетте ешбір зияны жоқ әлсіз құстардың көмегімен жойды деп тәпсірлеген.